Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Жалпы сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын, себебі менің көңіл күйім өте жоғары болып тұр. Мен сіздерге ылғи да айтып жүрдім. Позитивті ойлаңыздар, жақсы ойлаңыздар, жаман ойға берілмеңіздер деп. Жетістікке жету үшін, жалпы кез келген дүниеге қол жеткізу үшін барлығы ойыңыздан басталады деп, осы ойларымның жүйелене келе өзіме бір өте үлкен бір жақсы бір жаңалық алып келді. Бұны жақында сіздермен бөлісем, мені қарап жүріңіздер, асыға күтіңіздер. Менің жаңалығым, жақсылығым сіздерге де жақсы болсын. Сондықтан бұл тұрғыда айтқым келеді. Жалпы жетістікке жетудің, жақсы өмір сүрудің мың, миллион жолы бар екен. Тек қаласаңыз, ниет етсеңіз болды. Алла тағала ниетіңізге жеткізсін. Адалынан ниет етсеңіз, ниетіңізге міндетті түрде жетесіз. Ал жеңілістің, жалқаулықтың, кедейліктің бір ғана жолы бар. Ол диванда артыңды көтермей жату. Сондықтан кез келген сәтте мықты, самооценкасы жоғары, өз-өзінің құрметтейтін, сыйлайтын, сыйлы болайын, жақсы өмір сүрейін, жақсылыққа деген құштарлығы бар адамға міндетті түрде Алла тағала жол көрсетеді. Ниетіңізді дұрыстаңыз, жақсы ойлаңыз, жақсы дүниелермен әрқашан көзіңізді қуантыңыз. Сонда Алла тағала міндетті түрде жақсылығын еселеп